Жеті шелпек туралы құпия. Бүгін де апа, апатай деп оянған Айсәуленің жағдайы бәрімізді алаңдата бастады. 4 күннен бері жылап оянатынды шығарды. Алғашында балалармен күндізгі тартысы түсіне кіретін болар, шошынып қалған шығар деп мән бермедік. Жұбанған соң ашылып ештеме де айтпайды. Осы мәселе мен дәрігерден де кеңес сұрадым. Қажетті ем-домын қабылдадық. Ауладағы достармен де қарым-қатынасы жақсы. Олармен тату-тәтті ойнайды. Отбасылық жағдайымызда ешқандай келеңсіздік жоқ. Алайда түнгі ұйқыдан шошынып, жылап оянатынын ойландырды. Болып жатқан жайларға не істерімді білмей, терең ойға шомып отырғанда, көрші Сырғаш апай жаныма келді. Ол да менің 3-4 күннен бері көңілімнің алай-дүлей болып жүргенін байқап, себебін сұрады. Көргені мен білгені менен көп қой деп, қызымның жағдайын жайып салдым. Әңгімемді үзбей соңына дейін тыңдаған көршім, енен марқұм Айсәуле немересін өте жақсы көруші еді. Аулада ойнап жүріп құлап қалса, ауырып отырған аяғына қарамай, сүрініп қабынып немересіне жететін. Айсәуле де апасына ерекше бауырбасты емес пе? Жарықтық өмірінің азайып бара жатқанын сезді ме? Кім білсін, соңғы кездері Айсәуленің жағдайына көп алаңдайтын. Қызының мектепке барғанын көруді армандайтын. Қолынан ұстап, жетектеп, мектепке апарсам, өліп кетсем де арманым жоқ дейтін. Ауруының дендеп бара жатқанын біліп, өмірді қимай кетті ғой. Сүйікті немересін алыстан көріп, сағынышын басып жүрген болар. Түсінде апасын көрген соң, жете алмай жылап оянып жүрген шығар. Мұндайды соқыр сенім деп қабылдайтындарыңды білемін. Бұрынғылар түсінде шошып оянса, түн баласы ұйықтамай мазаланса, ештеңеге көнбей жыласа, молда имамдарға барып дұға сүрелерді оқытып, белгісіз ауруларынан айықтырып алатын. Ал қазіргі жастар басы ауыра қалса да дәрігерге жүгіріп барып, үйіп-төгіп дәрі әкеледі. Оны балаларға беріп, кішкентай ғана ағзасын улайды. Менің ақылымды алсан, мешіттегі молдаға апарып дем салдыр. Түкіртіп жіберудің еш зияны жоқ. Бұл мұсылманшылықта бар дүние. Осыдан соң да нәтиже шықпаса, қалаған дәрігеріне барып ем қабылдауына болады деді. Сырғаш апайдың айтқандарын жолдасыма айтып, сол күні қызымызды көрші ауданда тұратын дем салатын апайға апарып көрсеттім. Оның көріп келдігі де бар екен. Алдына кірген біздерді көрді де, балалар, Құран дәметіп, үйлерінде әруақ жағалап жүр. Қайтыс болғандарға Құран бағыштау сіздердің парыздарыңыз болмақ. Мұны ескермесеңіздер, отбасыларыңызда жағымсыз жағдайлар орын алады. Әр бейсенбі қазақтың салты бойынша 7 шелпек пісіріңіз, марқұмдардың аруағына бағыштап Құран оқып, көршілеріңізге таратып жіберіңіз. Бұл жаратуға серік қосу емес, керісінше сауаптың бір түрі болмақ. Осыған байланысты мына аңызды баяндап берейін деді емші апамыз. Баяғыда бір жолаушы келе жатып, сандық тауып алады. Ашып қараса, алтын тас жатыр екен. Құдайым жоқ жерден берді ғой деп шаттанған бейбақ алтынға қолын соза бергенде, алтын тас үлкен жыланға айналып өзіне тап береді. Ей бейшара, не тапсан да өз сорыңнан көр. Сандықта жатып 1000 жыл бойына біреу мені босатса, алтынмен аптап, күміспен қаптаймын деп тіледім. Ешкім құтқармады. Бүгін кім құтқаратын болса, соны жұтамын деп серт бердім. Сен
кезіктің, енді сертімді орындаймын деді. Жолаушы шыр-пыр болып жалынса да жылан көнбеді. Кенет оның көзі 30 жолаушыны шалады. Қуанған жолаушыны олардан араша сұрайды. Олар жыланнан қорқып, бұл жылан алып екен, бұған шамамыз жетпес деп кетіп қалады. Жылан жақындай түседі. Бейбақ, өлген жерім осы болды ғой дей бергенде тағы да 5 кісінің сұлбасы көрінеді. Жолаушы құтқар деп жалынады. 30-ның шамасы жетпегенде бізден не күтесің деп олар да кетіп қалады. Жылан төне түседі. Бейбақ иманын үйреді. Сол кезде бір аласа бойлы адам келеді. Ей жылан, мына бейбақтың не жазығы бар деп сұрайды. Жылан мән-жайды баяндап, 30-дан қайыр 5 жаннан пайда болмағанда сен не істей аласың, жолынан қалма деді аласа адам. Сонда тұрып, ей жылан, жазықсыз жанға жала жаппа, өтірігіне сенбеймін, айтқан рас болса мына денеңмен кішкене сандыққа қалай сыйдың, көз көрмей көңіл сенбейді дейді. Жылан бұлқан-талқан ашуланып, сандықтан қалай шықсам, солай сыйып та кетемін дейді. Түтінге айналып жоғары көтеріліп сандыққа кіріп кетеді. Аласа адам сандықты тарс жауып, жыланнан құтылдың, енді жолынан қалма дейді жолаушы қуанып. Айланды асырдым батыр, қарыздармын, жөнінді айт, кімсің дейді. Бұл жылан орынсыз айтқан өз сөзін. 10 пәленің 9-ы тілден, орынсыз сөз есін қабады, ақылды адам тілін буады. 30 кісі ұстамаған оразан, 5 кісі қаза қылған 5 уақыт намазын, құлшылыққа салғырт қарадың, олардан қайран болмады. Бірақ сен жұма сайын 7 шелпек пісіріп, кедей-кепшіктерге садақа бердің. Мен өзім пісіріп таратқан шелпекпін. Сені құтқаруға Құдай жіберді депті. Міне 7 шелпектің өз отбасыңызға да өткендерге де тигізетін шарапатын көрдіңіз бе деді. Мұны естіген соң әр жұма күні шелпек таратып Құран оқуды дәстүрге айналдырдық. Апаның салған демінен кейін қызымыздың да ұйқысы тынышталып, жылап оянатын әдетін қойды.